Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Кішкенемді карантинде басылайын деп елдің бір жүріс-тұрысы көбейіп жатыр. Ол да бір жақсы жаңалықтың бірі деп ойлаймын. Мына жерде маған менде группа ашқанбыз, телеграм группа. Жаңадан қосылып жатқан көрермендер болса, жазылып қойыңыздар, подписаться деп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қазір таңда осы құс шаруашылығымен жақсылап кірісіп айналысып жатқан жайым бар. Телеграм канал бар, описаниеде тұратын болады. Ссылкасы описанияға басып, телеграм каналының ссылкасына бассаңыздар, біздің каналға қосыла аласыздар. Міне, жалпы ауыл шаруашылығы бойынша біздің группамыз. Жаңадан бастап жатқандар, істеп жатқандары бар. Барлықтары бір өздерінің ақыл кеңестерін айтып отырады. Мына жерде маған қойылып жатқан сұрақтың бірі, мынаның барлығы бір қан ба деп жатсыздар. Қоразы мен мекені. Бұл генофондтан алдырған кезде генофондта ақымақ емес. Бұл жерде қораздың қаны басқа, мекеннің қаны басқа. Сол үшін бұл жерде қанның маған жаңартудың қажеті жоқ. Міне. Сол үшін ағайын сұрап жатқандарыңызға да рахмет. Бұл жерде қораз бен мекеннің қаны бір емес, екеуі екі бөлек. Екеуі екі бөлек, соны айтқым келген сіздерге. Және қазір бізде жаңбыр жауып, Шымкентте ауа райы суық. Негізі Құдай қаласа бір 10 күннің ішінде балапанның барлығын жерге түсіріп, бір үлкеніне жасайын деп жатырмын. Кішкене осылар тұратын қылып жерге түсірем уже. Бұның бір несі, қазір мыналарды уже 10 күннен кейін жерге түсірмесем, бұлардың тырнақтары деген кетті, километр болып. Жерге түсіріп, жерді қазып, кішкене өз-өздеріне бұлар қарау керек. Мына жерде уже тарлық қабатыр бұларға. Ары бері сиғыр ойнап жүру керек. Жалпы ендігі процесс уже тауықтық инстинкттерін дамыту керек бұлар уже ше. Бұлар постоянно қамап ұстап отыра берсең, бұлар как бройлер сияқты семіріп кетеді. Через шырғатты. Тек қана өзінің салмағына лайық, өзінің жасына лайық салмағы болса болды бұларға. Алдыңғы видеода айтып өтіп кеткем, қалай салмақтары қандай болу керек. Кучинский юбилейный. Мына порода Кучинский юбилейный. Міне, негізі бұны орыстар жақсы шығарған ғой өздеріне ше. Жалпы негізі өздерінің климаттарына арнап шығарған. Суыққа төзімді, ыстыққа төзімді қылып, ауруға бейімделіп ше. Жаңағыдай ауыра бермейтін қылып. Негізі орыстың өзінің тауықтары бір хит тауықтарының бірі ғой бұл. Сол үшін жалпы негіз порода асырағандарыңыз дұрыс, қайсысынан болса да порода жақсы. Міне осыны сіздерге айта өтейін деп ойладым. Міне балапандар жақсы. Айтпақшыдай, бір балапан өлді. Ол балапан өлгенде қалай өлді? Ана сетканың шетінде, мына шетінде қыстырылып қалған. Жаңағыдай басы ше, шығамай қалғанда мен оны көрмей қаптым оны. Сөйтіп басқа балапандар үстіне шығып ана мыжып өлтіріп қойыпты. Әбжепті балапан еді. Сөйтіп бір балапан өлді. Қалғандары жақсы. Жемді жеп жатыр, жақсылап тұрып. Жемнен уже, ана көріп тұрғаныңызда жем. Уже жарты қап қалды, 40 килодан бір 20 килодай ма қалды. Бұлар жемді активны жеп жатыр, жақсы жеп жатыр. Міне. Керамический лампалар қазір екеуі қосылып тұр. Кешке қарай бетін жауып қоям. Салқында. Қазір түнде 14 градусқа түсіп жатыр ғой температура. Бұлар қазір бір айлық уақытында ең минимальный температура 19 градус болу керек.
19-20 градус. Енді балапан төзімді деп те қатты қинай беруге де болмайды. Бұған қоспасам да болады, просто ауырып қала ма деп жатырмын да. Сол үшін кішкене температурасын сақтап қарап отқан себебім осы. Міне. Құдай қаласа ертең арғы күні тағы да бір қап әкеліп қойым керек, жем. Бір қап жем әкеліп қойсам. Сонымен құдай қаласа келесі несінен жету керек, айдың соңынан жеткізеді. Осы айдың соңынан жеткізеді, мен бір соңына қарай жақындау керек жемі. Одан кейін финиш берем. Фиништен кейін қолдан құрама жем жасап бере беретін болам ары қарай, оны да көрсететін болам. Міне мендегі жаңалықтар осы. Ана жақта Атбек бауырымның несі инкубаторда, құдай қаласа ол 11-нен бастайды, 11-ші майдан бастап. Онда шыққан көрсетем. Мендегі жаңалық осы әзірге. Ал барлықтан сәттілік тілеймін. Шаруашылықтарыңыз дами берсін. Біздің телеграм каналға қосылыңыздар. Сау саламатта болыңыздар ағайын.